Алла қаласа енді осы тікелей эфиріміз сақталсын, бұйырса тікелей эфирді сақтап қоямыз. Соңына дейін кім көре алмай жатады, қайтадан кіріп көрсеңіздер болады. Соңына дейін көресіздер. Жаңа осының алдындағы тікелей эфирді сақтап қойдым. Одан кейін характер туралы әңгіме айттық. Тамаша ханым, шығып кетпеңіз, хорошо? Сіз WhatsApp-қа жазыпсыз, мен жаңа байқадым. Мен тікелей эфирде отырмын, бағанан бері 1 сағаттан асып кетті. Рахмет, қалайсыздар? Қайта жаңа тыңдаған болсаңыздар, тыңдай беріңіздер характер туралы. Сол кезде сіңеді. Хорошо. Характер туралы айтамыз. Менің 9 күндік сабағыма қатыссаңыздар, оны түсінесіздер. Ол жерде біраз әңгімені айттық. Енді ол жерде де айтпаған бір дүниелер бар, айтылмаған. Соларды мен сіздерге айтам қазір. Характер туралы біз 5-ші күнде ме айттық па, 4-ші күнде айттық па, бір айттық. Саламатсыз ба, қалайсыз? Шығып кетпей, аяғына дейін көріңіз. Өте жақсы әңгіме айтамыз, Алла қаласа. Қайырлы кеш. Қалдарыңыз қалай? Характер туралы әңгімені бастадық ендесе. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Жаңа Баян ханым дегенмен жаңа видеоға кіріп көрдік. Аға, сізбен видеомен сөйлестік. Өкінішке орай үзіліп кетті. Қайтадан характер туралы әңгімені айтамын. Тәке, ассалаумағалейкум. Қалайсыз? Шығып кетпеңіз. Сіз де көріңізші, кері байланыс керек. Характер туралы сабақты айттым ғой жаңа. Қайтадан қайталаймын. Үзіліп кетті. И плюс 9 күндік сабақта айтылмаған дүниелерді айтамыз. Саламатсыздар ма, қалайсыздар? Енді қараңыздар, мен сіздерге қазір көрсетіп отырып нетем. Характер туралы біз әңгіме айттық біраз. Характер дегеніміз не, ол қайдан келеді, характер қалай болады, түгел бәрін айттық. Естеріңізде ғой. Мен қазір Мәке, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Алтеке, қалайсыздар? Ассалаумағалейкум. Кеттік, онда давайте шығып кетпейміз. Мен мынаны өшіре тұрайын, көрініп тұру үшін сіздерге. Қараңыз, характер туралы әңгімені бастағанда былай болды. Бағана мен айтқан, бұны қайталап айтайын, өйткені жоспар бойынша бұны мен басқа да жағдайда пайдаланып, адамдарға көбірек көрсетуім керек. Шығып кетпеңіздер, өтініш. Бұл бір әшке киген, әйнектің ар жағынан қарайтын бұл әлемге, бұл жігіт не айтады екен деп қарап көріңіз, пайдаласыз. Характер туралы біз сабақта айттық. 5 па, 6 ма, білмеймін. 4-ші сабақта ма, 9 күндік тегін сабақта тұр. Енді сол жерде айтылмаған дүниелерді айтайын. Гүлімхан ханым, Ерке Бұлан, барлықтарың сабақты өткендеріңіз болса, енді характерді шыңдаудың мен біраз жолдарын көрсеттім. Оның ішінде ең бір тиімді жол мен спортсмендердің өмірін зерттеп, жетістікке жеткен Майкл Джорданның бар, басқа да жетістікке жеткен адамдар бар. Содан кейін әйгілі бір кітаптардан, мен ол кітаптарды да берем сіздерге, телеграмға салам. Мен 2-ші бөлім сабаққа қатыссаңыздар, сол жерде де айтам. Былай да берем, телеграмға салам. Характерді шыңдаудың ең тиімді жолдарының бірі өзіне физический нагрузка беру, физикалық нагрузка. Бағана айттым. Оған мынандай дәлел келтірем. Қараңыздар, физикалық нагрузка дегеніміз, оған қалай қарайсыздар? Мен сіздерге айтайын, ауылдан қалаға келген адамдардың 90% былай айтқан жетістікке жетеді, ғылым қуып кеткендері, шын мәнінде. Жетістікке жеткен, ғылымда, білімде, өнерде жеткен адамдардың 90% кемі деп айтайын, барлығы ауылда қарапайым жұмыс істеп сөйтіп өскен. Кәсіпкерлердің де солай 99% мен айтайын, қара жұмыс істеп, физикалық нагрузка өзіне көп берген адамдар. Көрдіңіздер ме? Бұл жерден қорытынды характер туралы лекцияларыңызға қосып алыңыздар міндетті түрде. Мен үйдің өзінде өзіме нагрузка көп берем да, нагрузка. Мен бала кезімнен көп ауыр жұмыс істеген. Мен баған айттым. 1-ші курсқа түскен кезімде менің қарасаңыздаршы, мына қолым былай болатын. Былай жазылмайтын. Қазір шалқаятын болды ғой. Дато мына алақаным мозоль болатын да. Осылай кәдімгідей жазылмай тұратын осылай. Сондай қара жұмыс істедік, одан кейін оқуға келдік, білім алдық, Казгуға түстік, одан кейін міне кәсіп жолына келдік. Сөйтіп характерге өте шыңдауға көмектесетін нәрсе физикалық күш. Ал біздің халық не істейді? Екеуін қоспайды. Тек қана қара күшпен пахайт етіп қане жетістікке жетуге болады деп ойлайды. Ол мүмкін емес. Қара жұмыспен ғана жетістікке жетіп, үлкен байып, табысты болып кету ол мүмкін емес. Ал сіз қара жұмыс көп істеген адам болсаңыз, енді сіз не істейсіз? Өзіңізге дұрыс білім берсеңіз, әсіресе менің даналық жолындағы білім айтып отырмын, құлшылықпенен дүнияуи осы кереметті заманауи білімді алған кезде сіздің характеріңіз қалыптасады екен да. Өзіңіз ойлашы. Сізге мына сіздің бәлен жылғы істеген еңбегіңіз, мына физикалық нагрузкаңыз, міне көрдіңіз бе?
сол кезде осы заманға, қазіргі біз өмір сүріп жатқан ортамызға сәйкес келетін характер пайда болады. Ал бұрынғы кезде құл иеленушілік, көшпенді заманда тек қана физический нагрузка көп берсек, ауыр көп жұмыс істесек, сол адам не істеді? Характерлі болды да, сол адам табысқа жетті. Мысалы, кім айлық жерге шауып барады, кім көп жұмыс көп істейді, кім көп жүк тасиды, кім көп шаршамай жұмыс істейді, солар табысты болды. Қазір ондай емес. Білекті, бірді, білімді, мыңды жығатын заманға келдік та, біз физический нагрузка көп беру керекпіз. Ал көп адам былай ойлайды, тек білім, оқи береді, и физический өзіне нагрузка бермейді. Неге? Жетістікке жеткен адамдардың барлығы спортпен айналысып кетеді. Бейсаналы түрде солай болып кетеді. Себебі олар уже бейсаналы түрде даже түсінеді, что өзіне спортпен нагрузка беру керек. Ал біз үлкен әйел адамдар бір спортпен айналысып, үйде бір отырып тұрып, өзімізді бір қинап, жаттығу жасаудың өзі бір ұят сияқты біздің қазақтарға. Ондай болмаңыздар. Өздеріңізді қинаңыздар, отырып тұрыңыздар, таңертең жүгіріңіз, өзіңізді кәдімгідей қинаңыз, денеңізді, физикалық денеңізді қинаңыз. Кеше мен мысалы 100 рет скакалка секірдім да, скакалка. Басында да скакалкам да болған жоқ. Қолымды өтіріп бүйтіп тұрып, көп секірдім да, мысалы. Өйткені мен білем, нагрузка көп беру керек. Өйткені ал егер де физикалық нагрузка бермесеңіз, сіз отырып аяғына дейін бір кітапты, немесе жаңағы 9 бөлімді сабақты аяғына дейін көре алмайсыз. Көрдіңіз ба? 20 бет күнде кітап оқу керек болса, сіз 10 беттен кейін тоқтап қаласыз. Ал сіз когда өзіңізге физический нагрузка бересіз, сол кезде сізде осы нәрсе қалыптасады екен. Ол бірден болмайды әрине. Осы нәрсені жазып алыңыздар. Сондықтан достар, ауылдан қара сирақ бөліп келген адамдар небір ақын, жазушы, тұлға болып кетеді. Неге? Потому что көп ауыр жұмыс істеп келеді да, білім екеуін тең ұстайды. Түсіндіңіздер ма? Еңбекпенен физикалық күшті нагрузкаменен білім екеуін қатар ұстау керек. Бұл өте маңызды нәрсе, өте. Түсіндіңіздер ғой да, бұл мен сабақта айтқан, айтылмаған контент, бұл сабақта айтқан жоқпын. Бұл сіздерге өте пайдасын беру керек. Сондықтан таңертең тұрып жүгіріңіз, физикалық нагрузка беріңіз, ол сіздің денсаулығыңыз, ол сіздің характеріңіз. Түсіндіңіздер ғой да? Комментарийді қостым, түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Сондықтан физикалық нагрузка өзіңізге көп беру керексіз. Неге? Потому что қазіргі заман соны талап етеді, достар. Соны талап етеді. Екінші мәселе, мен бұны сабақта айттым. Бұны тағы да қайталап айтқым келіп отыр. Сонымен қатар кімді талдаймыз, тікелей эфирде кім қосылғысы келеді, соңына қарай жазыңыздар, сөйлесейік, мен сіздерге талдап берем. Түсініңіздер ғой да? Мен сіздерге талдап берем. Енді 110% туралы айттық. 110% дегеніміз не? Мысалы, мен студент кезімнен, немесе бала кезімнен менде бар қасиет осы да. Шығып кетпеңіздер, бір көп уақыттарыңызды алмайын, достар. Менің достарым да болуы мүмкін, араларыңызда отырған бала кезден өскен. Көріңіздер, мен соңғы жылдарда не істеп жүрмін деген әңгіме ғой. Мысалы, жаңадан бір жұмысқа орналассам, мен постоянно студенттерге, адамдар саған былай айтқан кезде таңертең 8-ден кешкі 6-ға дейін сенде 100% жұмыс істейтін сенің уақытың бар. Сен 110% қағидасын ұстану керексің. Себебі Аллах тағала қоймаған, адамдар бір өлшем бірлік ретінде 100% деген өзі шығарған. 100% дегенді. Мысалы да өзі бір нәрсені өлшеу үшін 100% деп өз ғылымға енгіздік. Ал енді қараңыз, 100% дегенімізді артығымен істеу керек. Енді қараңыз, бұны мен спортсмендердің өмірінен, содан кейін әйгілі кітаптардан, жетістікке жеткен адамдарды зерттеген кезде түсіндім. Мен сабақта айттым, 6-шы бөлімде ма, тегін 9 бөлімді сабақта жаңағы характерді шыңдаған біраз жолдарын көрсеттім ғой сіздерге. 20 кем дегенде табысты өзіңнің жеткін келген адамның 20 адамның өмірін оқисың. Бүгін мен Роберт Кийосакидің студенттік шағын зерттедім, соны оқыдым, өте риза болдым. 22 жасынан бастап 27 жасына дейін өзіне физический нагрузка берген екен. Көзім жетті тағы да. Брайан Трейси де сондай. Физический нагрузка берген, түк жоқ қалған кризисте пахать етіп кеткен. И содан кейін білімге келген, көрдіңіз ба? Ал біздің қазақтар сияқты емес, өмір бойы пахать ету керек. Ойлаймыз, пахать ете берсе, әйтеу еңбек етсең, ерінбей тояды қарның тіленбей дейміз, жүре береміз. Ал қазір заман ондай емес. Енді қараңыз, 110% дегеніміз не? Соңына дейін отырып характер қалыптастырайық қазақ. Так, 110%. Жұмысқа келдің, сал таңертең 8-ден кешкі 6-ға дейін сенің 100% саған берілген уақыт, жұмыс уақыт. И осы уақыт аралығында саған бір определенный задачалар беріледі. Сол сенің 100% орындау керек задачаларың.
Енді сен ел сияқты 8-де келме, таңертең 7-де кел. 1 сағат ерте кел да сол күні істейтін жұмыстардың барлығын істеп таста. Ойланшы. Одан кейін елдер таңертең кешке сағат 6-да кетіп атса, сіз 7-ге дейін, 8-ге дейін қалыңыз. Сол салада сіз бірінші номер 1 боласыз, ең бірінші. Елден бұрын сол салада эксперт боласыз, эксперт. Және шебер боласыз деген ой, орысша мәлімі дейін мен шебер боласыз болады, машығыңыз қалыптасады. Содан кейін басшылыққа барып менің айлығымды өсір деп айта аласыз. Өйткені сіз көреді, сіз күнделікті 100% задачадан артығымен істеп жатсыз. Өзіңіз ойлаңызшы, тез карьерана өсесің, характерің қалыптасады. Сондай әдет пайда болады саған. Сондықтан бір нәрсені істеген кезде артығымен істеп үйренесіздер соған. Түсіндіңіздер ме? Бұл 110%. Спортсмендерді де мысалға келтіремін, қайталап бағанада айтқам. Спортсмендерді мысалы темір көтеріп жатқан кезде тренер болады. Адам өзі ғана жаттығатын болса, бір 100%-ға жетеді да, бір болды, ары қарай көтере алмаймын деп темірді қоя салады. Ал тренер не істейді? Алады да, айғайлайды, ұрсайды, керек болса боқтайды, ұрады. Давай, тағы да көтер дейді да, не істейді? 1-2 деп айғайлап жүріп, айғайлап жүріп, тағы да 10 рет көтереді. Көтере алмайым деген жағдайға жеткен кезде тағы 10 рет көтереді. Міне сол 10%. Сол кезде әйгілі Майкл Джордан деген сияқты жаңағы әйгілі спортсмендердің несін оқыдым ба, сол кезде айтады. Соңындағы осы 10% результат береді екен да. Сені көтеріп атқан 100 рет көтергенің сені прогресске апармайды. Соңында мен көтере алмаймын ау деген кездегі көтерген 10% сені жетістікке жеткізеді екен да. Көрдіңіз бе? Бұл стабильный формула кәдімгідей. Нақты формула. Түсіндіңіздер ме? Физически былай айтқанда біз өзіміз 100% деген өзіміз ойлап тапқанбыз, одан артық нәрсеге күшім жетеді. Мен сабақта да айттым, қайталап айтайын. Бір әйел адам Қазақстанда болған жағдай, ондай жағдай өте көп болып жатыр. Өмірде, өздеріңізде де болған шығар. Бір әйел адам баласымен келе жатып, машина баласын қағып кетеді да, баласы машинаның астында қалып қалады. Сол кезде машинаны барып, әйел адам шоковый состояние, баласы жүгіріп барып машинаны көтеріп, баласын суырып алады. Ал логически қарасаңыздар, ол әйел адам ол машинаны көтере алмайды. Соншалықты адреналин ол не істейді? 2 тонна машинаны, өзіңіз ойлаңызшы, 2 тонна машинаны көтеріп баласын құтқарып алады. Енді ойлаңыз, қараңыз, біз неге способны адам екеніміз көрдіңіз ба? Сондықтан сен сондай бір азартпен сол өзіңнің арманыңа, мақсатыңа осылай сен жүгіру керексің да. Арманыңа, мақсатыңа осылай. Мысалы айтайын, сіз туалетке барғыңыз келіп тұр деп есептейік. Сен туалетке барғыңыз келіп тұрса, любой сценой былай айтқан кезде сіз сол проблеманы шешесіз, сол проблеманы шешесіз ғой. Шешесіз, себебі оны сіз былай айтқан кезде шешпесеңіз болмайды. Тура сол сияқты туалетті іздегендей арман мақсатыңызға азартный жүгіру керек. Түсіндіңіздер ме? Өте маңызды. Бір досымның несін айтып кетейін, Нұрбол деген менің бір досым бар. Осы жаңа жылдың алдында бір мысалын айтып беріп жатыр сабақта маған. Салтанат дейді да, айтып отыр. Бір қызық жағдай болды дейді. Мен шаш тараз, шаш алып тұр едім. Бір адам келді да, брат, дәретханаға кіріп алсам бола ма деп айтты дейді да. Мен айттым дейді да, ой, брат, конечно да, біз енді ер адамдар кішкене енді көңілшек біз ғой енді, еркек адамға бір западло сияқты туалетке кіргізбеген, мына. Ой, кіре бер деп айттым дейді. Ана жігіт кіріп кетті да, жоқ болып кетті дейді. Туалетте бір жарты сағат па туалетте отырды дейді. Жарты сағат өтті ме, содан кейін шықты да, брат дейді, рахмет, от души деп алды да, 10 000 теңге беріп жатыр дейді да. 10 000 теңге. Мен айтам дейді, брат, керек жоқ туалет үшін 10 000 теңге. Тегін, мен просто кіріп ал деп айттым, керек жоқ 10 000 десе. Айтады дейді, брат, рахмет саған. Саған дейін мен қаншама кафеге, қаншама магазиндерге кіріп попросить еттім туалетке кіріп алуға. Еш қайсысы мені кіргізбей қойды. Сен кіргіздің, от души, Алла разы болсын, сол үшін брат деп 10 000 теңге тастап кетті дейді. Сол кезде ойлаған едім дейді да, бүгін корпоратив барғанға ақша жоқ, не істеймін, қайдан ақша аламын деген сондай менде бір ой болған еді дейді да. Яғни ол корпоративке барам деп шешім қабылдады, мен сабақта айтқанымдай. Аллах тағала оған не істеп тұр? Корпоративке баруға ақша жіберіп тұр. Ситуация, жағдай соның қабылдаған шешіміне қарай көмектесіп жатыр. Сондықтан сіз сетте болсын айтамын дегенге, сіз лидер болғыңыз келе ма? Шешім қабылдаңыз, болды. Ана мен 9 бөлім сабақ міндетті түрде көріңіздер. Бұл один момент. Енді мен қосып айтып кетейін сіздерге. Мына формуланы мен ете тұрайын. Мұнан мен сабақта айттым. Бұл кәдімгідей Гарвард пен Стэнфорд сияқты үлкен ғылыми орталықтың зерттеп шығарған формуласы.
Қараңыз, мына жерде мен сабақта бұны айттым, қайталап болсын сіздер. Қараңыздар. Бір адам, мен Айдос пен Берік деп бағана айттым, Айдос пен Берік екеуі бір мақсат қойды, жетістікке жетеміз деп. Сөйтті да екеуі не істейді? Жұмыс жасай бастайды. Күнделікті пландарын қояды да күнде істеп отырады. Айдос алады да 110% істейді. Мысалы 100% істейді, кейде одан да артық істейді. Мысалы 20 бет кітап оқу керек болса, ол 20 бет, кейде 30 бет, кейде 50 бет оқиды. Күнде істеу керек нәрселерді аяғына дейін істейді. Ал Берік болатын болса, қараңыз, 0,199. Ол не істейді? 10 бет оқи салады, бүгін істейтін нәрсенің жартысын ертеңге қалдыра салады, істеу керек нәрсені істемейді. Бірақ екеуі бірге күнде істеп жүр. Қазан екеуі де істеп жүр әйтеуір. Бірақ басында білінбейді. Бір жылдан кейін қараңыз, аяғына дейін ана тірлігін істегенмен Беріктің результаты бірге де жетпейді. 0,3. Ал Айдос кейде артығымен істеп жатыр. 365 күннен кейін 37,10. Осылай жұмыс жасайтын болсаң, кірісіп тұрып қалай болады? Қараңыздар. Көрдіңіздер ме? Сондықтан бастаған істі не істеу керек? Бірден аяғына апару керек. Бастаған істі аяғына дейін апару керек. Түсіндіңіздер ғой да? Бұл өте маңызды формула. Сондықтан бұл менде де болды. Казгуде жатқанда бағана айтты, оқып жүрген кезде мен Әбіш Кекілбаев, Мұхтар Мағауиндар 700 бет, 500 бет күніне оқыған екен. Бізде балалар жарысып оқыдық. Сол кезде бір балалар болды, бізбен бірге күніне бір кітап бітіретінбіз, енді образын айтқан кезде. Күніне бір кітап бітірген сияқты болып, әйтеуір оқып жүрген сияқты болатын. Бірақ бір жылдан кейін, 6 айдан кейін белгілі болды кімнің реально оқып жатқандығы. 1000 кітап оқыдық студент кезінде, мен өз басым 1000 кітап. Сол кезде бір жылдан кейін кімнің шығармасы байқаулардан жүлде алып, кімнің мақалалары жарияланып, кімнің результаттары реально бар көріне бастады, белгілі болды да. Сол сияқты достар, күндік стандарт деп сабақта айттым ғой. 9 бөлімді сабақты көріңіздер, тегін тұр, 19 күні жабылады. Кім 9 бөлімді аяғына дейін көреді, олар үшін біз екінші бөлім сабақта дайындап қойдық. Ол жерде өмірлік стратегия, өмірлік мақсатқа жету үшін не керек, қанша ақша керек, қандай команда керек, қандай достар керек, қандай связь керек, түгел. Ал мен өмірлік стратегиямды жазып, жетілдіріп келе жатқаныма 2,5 жылдай болып қалды. Сондықтан сіздерге былай көмектесе аламын. Жетістікке жеткен адамдардың басты несі өмірлік стратегиясы болады. Ал біз өмірлік стратегияны мүлдем білмейміз. 2 күн сондай сабақ болады. Сондықтан 19-на дейінгі 9 бөлім сабақ кім жетпеді, соңына дейін көрсеңіздер болады. Енді келесі бір нәрсені айтайық. Чтобы уақытымыз не болу үшін мен сіздерге айтайын. Енді мынандай сұрақ туындайды. Мен сабақта қатысқандарға өте дұрыс қатыра тұрыңыз. Сабаққа қатысқандар біледі, ол сабақта да мен бұл нәрсені айтпадым. Мен бір анықтама просто. Характерлі адам дегеніміз кім? Характері бар адам дегеніміз кім? Бастаған ісін аяғына дейін апаратын адам деп айттық қой. Мен оны айтқан жоқпын, өйткені сабақта қатысқандарыңыз бар, қатыспағандар үшін айта салайын. Характері бар адам дегеніміз, өзіңіз ойлаңыз, бастаған ісін аяғына дейін апаратын адам. Айғайлай беретін мінез ауыр адам емес. Бастаған ісін до конца апаратын адам деген сөз. Қарапайым тілмен анықтамасы бұл. Енді характерлі адам дегеніміз не дегенде сіздерге айтайын. Характерлі адам дегеніміз, қараңыздар. Характерлі адам дегеніміз өзіне сеніп тапсыра алатын адамдар. Мысалы, характерлі адам деген өзіне сеніп тапсыра алатын адамдар. Кім өзіне сеніп тапсыра алады? Мысалы, қараңыз. Мен сіздерге, допустим, мысалы, былай образын алып қалайық. 1 миллион теңгені бағана айттым, ұсындым. 2 адам тұр, екеуіне ұсындық. 1 миллион теңгені ұсындық. Оларға айттық, осы 1 миллион теңге сендерге берем. Осыны алып, осы бір идеяларыңды жасаңдар да, 20% маған беріп отырасыңдар. Ол мүмкіндік, мысалы, немесе 10 миллион. Енді не істейді? Характері бар адам не істейді? Опа дейді да, алады да, мен істеймін дейді да, әкеліңіз алам дейді да, ақшаны алып, практика бизнесін жасап істейді. Неге сразу ол адам алады? Потому что оның характері бар. Өйткені ол өзіне сеніп тапсыра алатын адам. Түсіндіңіздер ме? Өзіне сеніп тапсыра алады. Түсіндіңіздер ғой да? Өзіне сеніп тапсыра алады. Өзіне сеніп тапсыра алады. Себебі не? Ода история бар. Ол бір бизнесті ашып аяғына дейін апарған, ол өзінің еңбекқор екенін біледі, оның ерте тұратынын біледі, ол оған дейін де талай бизнестерді істеп, жемісін көрген, ол өзінің қиындық кесе төтеп бере алатынын біледі. Саналы түрде болмаса да бейсаналы түрде біліп тұрады. Сөйтеді да ол возможностьтарды жабысады. Ал өзіне сеніп тапсыра алмайтын адамдар келген мүмкіндіктерді деп дұрыс пайдалана алмайды.
Ал өзіне сенбейтін адам не істейді? Миллион теңгені. Ой, блин, алдында тағы біреудің ақшасын алып күйдіріп жібердім, жасарма, бизнесте жабылып қалды. Ойбай, қиын екен ғой, ерте тұру керек екен, бизнес деген кайф па десем, пақайт ету керек екен. Ұйықтап қалам, мен командамен жұмыс жасай алмаймын деген сияқты өзінің міне сенімсіздіктері ол аяғына дейін апара алмайтынын біледі да, басыма тағы бір проблема тауып аламын дейді да, не істейді? Ол возможностьті алмай қояды. Бұл туралы мен осы екінші бөлімдегі сабақта бұл тереңдетіп бұл туралы айтамын. Ол өзіне келген возможностьтан не істейді? Айырылады. Мен бір мысал айтайын, ауылда Шәуілдірде қайын жұрт жақта бір барған кезде бір ауылда қарапайым адам шай ішіп отқанда келді да, бағана айттым. Келеді де айтады: ой, мен жұмыстан шығып қалдым дейді. Жұмыстан шығып қалдым, бір жерге жұмысқа барып едім, жұмысқа қабылдады дейді. Бірақ өзім ол жұмысты істемей бас тарттым дейді. Ой, неге десе, зарплатасы 200 мың екен дейді да. Біз деген өмір бойы 100 мың, 80 мыңға зарплатаға істеп үйреніп қалғанбыз, 200 мың дегенге шошып кеттім дейді да. Шошып кеттім дейді. Ол 200 мың зарплата беретін болса, жердегі істейтін жұмыс деген сұмдық шығар, мен ондай лайық емеспін ғой, бізге сол бір 80, 90, 100 мың жетеді ғой ол бізге дейді да. Қараңыз, 200 мың теңгеден қорқып тұр, потому что сондай характер, көрдіңіз ба? Мына қаржылық термостат деген бар, мына қаржылық сауаттылықта мен айтам, біреуге там 100 мың теңге қорқынышты, біреуге 200 мың қорқынышты, әркім деңгейіне қарай. Әркімнің характері де бірдей болмайды, әртүрлі болады. Түсініңіздер ғой да? Әртүрлі болады. Сондықтан достар, характері бар адам өзен сияқты, сабақта айттым ғой, сіз өзеннен источник боласыз. Сізбен адамдар жұмыс жасағысы келеді, істегісі келеді. Сондықтан достар, характер деген нәрсе өте маңызды. Кім жаңадан қосылып жатыр, осы тікелей эфир біткеннен кейін басынан қайтадан көріңіздер. Өте маңызды нәрсе айттық. Яғни характерлі адам дегеніміз өзінің өмірін өзіне тапсыратын адам. Егер де сіз характер қалыптастырмасаңыз, өзіңізге сеніп тапсыра алатын адам характері бар адам деген сөз. Ал егер де өзіңізге сеніп тапсыра алмайтын адам болсаңыз, сіздің өміріңізді басқа біреулер басқарады. Сіз пақайт етіп жетістікке жетем деп жүрсіз, сізде характер жоқ. Сізде характері бар адамдар сізді пайдаланады, сіздің бос уақытыңызды сатып алады, сіздің пақайт ету қабілетіңізді сатып алады да, өзінің бизнесіне пақайт еткізіп қояды, істетеді, жасатады. Зачем так? Көрдіңіздер ма? Сондықтан характер болу үшін мен басында айттым, басты формуласы не дедік? Қайталап. Адам өзіне физический нагрузка, өзіне физический нагрузка өте көп беру керек. Адам өзіне физикалық нагрузка көп беру керек өте. Түсініңіздер ғой да? Енді қайталайын, характерді шыңдаудың ең басты тиімді жолдарының бірі, характерді физикалық нагрузка беру, өзіңізге физикалық нагрузка көп беру. Білекті бірді, білімді мыңды жығады. Сондықтан баяғы замандай пақайт етіп, ауылда қой жайып, бүйтіп пақайт етіп, жетістікке жетіп әлемді өзгертем деген жоқ, достар. Білім физикалық нагрузка. Жетістікке жетіп кеткен барлық адамдар, бизнесмендер, кәсіпкерлер, барлық табысты адамдардың барлығы не істейді? Спортпен айналысып кетеді. Бейсаналы түрде сол нәрсеге келеді, өйткені олар түсінеді солай екендігін. Өйткені характер, спорт, физикалық нагрузка деген мидың генераторы ғой. Сіздің миыңызға қан жүгіреді, дофамин бөлінеді, әртүрлі процестер болады, денсаулығыңыз жақсарады. Айтып отырмын ба, жаңа күлкілі болса да менде скакалка үйде болмады. Алдымда өтірік скакалканы секіріп тұрған сияқты айналдырып, секіріп қазір жаттығу жасап жүрмін, тоже қосымша қостым. Арқаға мысалы жатам да белге жасаймын. Өйткені көп отыра бергеннен кейін белім бәрі бүкірейіп, сөйтіп қалмас үшін белдегі еттерді мен ығыздау керекпін. Так өзім арқамды еңкейіп былай арқаға көтеру, қолды бүйтіп тұрып, бір биік жерге жатып алып, белден, кіндіктен төмен тіреп қоясың да, балаларды аяғыма отырғызып қойып, мысалы істеп отырамын. Түсініңіздер ғой да, өте осы нәрсені үйрену керек. Оскар Хартман сондай ғой дейді, өте дұрыс айтады. Өте дұрыс айттың. Кім танысы өте біледі. Оскар Хартман сондай. Характер. Сондықтан достар, характер туралы айттым, осыны бағана айтқам негізі үзіліп кетті да, өкінішке орай. Енді көп созбай, әдептен озбай. Нетейік, күнде таңертең достар, күнде таңертең деп ма, күнде кешке 9:30-да осындай тікелей эфир болады. Әр категория. Бүгін характер ма, ертең басқа категория. Талқылап отырамыз. Сабақта айтылмаған дүниелерді айтамын. Сондықтан разбор жасаймыз деген сияқты сіздермен.
түсінікті ғой да, өте маңызды достар. Мына жерде мен сабақта айтқам, оқу 2%, білім алатын кезде, мысалы, тыңдау дегеніміз 10-15%, талқылаған кезде 50-ден 70%-ға дейін оқытқан кезде, талқылаған кезде. Сондықтан талқыласақ та болады. Егер де кім қазір менімен талқылағысы келіп отыр, жаңағындай видео ретінде мен сізді қосам, экранға сізді қосып қоям. Алдын ала тақырыпта айтып отырайын, алдын ала чатқа бәр жерге пост қылып историяға салып отырам, қандай тема болады деген сияқты. Бұл жерде мен сабақта айтпаған дүниелерді айтам. Менің айтарым таусылмайды достар, поверьте. Айтарым таусылмайды. Өйткені ол менің ішімде жатқан, қайнап жатқан нәрсе. Ал мен сәт сайын өсіп жатырмын. Сәт сайын. Сондықтан сіздермен бөлісемін. Сіздермен бөліскен сайын одан ары терең түсіне беремін. Одан ары жақсы, былай айтқан кезде ол нәрсені түсінемін. Кімді талқылаймыз, айтсаңыздар болады. Қазір давайте мен сізбен видео арқылы талқылап сөйлесем, қалай бұл даналық жолына түсеміз, характерді қалай шыңдаймыз деген нәрсені сөйлесейік десек, плюс қойыңыздар. Мен тікелей эфирді сақтап, қайтадан кірем, сонымен талқылаймыз. Ал егер де олай болмайтын болса, ертеңге дейін қоштасамыз. Осы туралы айтып берем сіздерге. Алла қаласа, ертең айтуға тырысам. Осыны бір тікелей эфирдің тақырыбы болады, кез келген нәрсені дұрыс бастау. Бұны мен сабақта кішігірім ғана кіріспе қылып жай тоқталып өте шықтым. Ал бұл деген бір үлкен тема негізі. Бұны да айтам тікелей эфирде достар. Кім көрмеді, жаңадан көріп, ортасында кірдіңіздер, басынан бастап осы тікелей эфирді соңына дейін басынан бастап көріңіздер. Хорошо. Жарай ма? Мен онда тікелей эфирді сақтап алайын, содан кейін қайтадан кірем. Қайтадан кіріңіздер. Еркебұлан плюс қойды, Тамаша ханым плюс қойды. Тамаша ханым, Еркебұлан, қазір сөйлесеміз, мен сізді қосам, мен мынаны сақтаймын, өшірем тікелей эфирді, қайтадан кірем. Сондықтан қайтадан мен тікелей эфирді көріп отырыңыздар, қайта кіріңіздер, хорошо? Өйткені бағана осылай сөйлеп отқанда барлық айтқан нәрсем өшіп қалды да сақтай алмай қалдым. Қазір қайтадан кіріңіздер.